Қайырлы күн, Қаншайым. Биоквантум зертханасына қош келдің. Бүгін біз микрожасыл жас өскін үлкен мүмкіндік тақырыбында зерттеу жұмысын бірге жасаймыз. Микрожасыл тек тағам емес, денсаулыққа және күнделікті өмірге әмбебап өнім екенін бірге дәлелдеп, зерттеу тәжірибе жұмысын бірге жасайық. Сәлеметсіз бе? Мен Биоквантум зертханасының кішкентай ғалым қызы Әшетбек Қаншайымның. Сіздерге микрожасыл жобасына келдім. Ол өсімдік емес, кез келген дақылдың жас кезеңі. Ол витаминге бай, тез өседі, ағзаны тазартады. 10 күннен кейін өседі. Оған су, күн, ауа керектігін білдім. Жарайсың, өте тамаша. Қаншайым, қолыңдағы жас өскін қандай дәннен жасалған? Бұршақ. Ал енді бізге осы жасаған жас өскіндеріңді, өсірген жас өскіндеріңді бізге зерттеу жұмысында бірге жасап көрейік. Оған су қоямыз. Қолыңдағы қандай зат? Мақта. Минералды мақтаны ең бірінші суға малып алады екенбіз, иә? Ал қалбырға кәне қалайық. Қалбырға бірге салдық. Иә. Енді не істейміз? Оған дәм себеміз. Себе ғой дәміңді. Тегістейміз. Ал енді дәм сепкеннен кейін не істейсің дағы? Оған су қоямыз. Ой, жарайсың. Енді неше күн сақтаймыз? 10 күн сақтаймыз. Қараңғы жерде қоюымыз керек. Сосын қалған 7 күнде не істейміз? 7 күнде өсіп шығады. 7 күнде қандай жұмыстар жасайсың? Бақылаймын. Сосын не істейсің? Су қоямын. Жарайсың. Осы микрожасыл өсіп тұрған өскініңнің микроскоппен жасушасын бірге бақылайық. Кел, Қаншайым. Алдымен су тамызамыз. Жас өскіннің жапырағы көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Өте ұсақ жасушалардан тұратынын байқап тұрмыз, иә, жас өскіннің? Сапақтан, тамырдан, жапырақтан тұрады. Жарайсың, жапырақтан тұрады. Енді біздің осы әмбебап өсімдікті қай жерде пайдалануға болады екен? Тамаққа пайдалануға болады, бет күтіміне пайдалануға болады. Қаншайым, біз енді осы микрожасылдан әмбебап неше түрлі қырынан көру үшін біз бет күтіміне арналған масканы бірге жасап көрейік. Маскаға не пайдаланамыз? Шаш өскінді пайдалануға болады, йогурт пайдалануға болады, бал пайдалануға болады. Ал жарайсың, ондай болса өзің бастап қоса қой. Шағындап қана аламыз. Мысалы, көмектесейін. Сосын йогуртты өзің қоса қой. Араластыра қой. Бірінші бетімізді жуып аламыз, маскамызды бетімізге жағамыз, 10 минутта маскамызды аламыз, бетіміз әдемі болады. Жарайсың, өте керемет. Әмбебап өнім екенін тағы да бір дәлелдедік. Микрожасылдың көп қырлы пайдалы өнім екенін дәлелдеуге бір қазан кулинарлық шеберханасында бірге жалғастырайық. Бір қазан кулинарлық шеберханасында балғын салатты бірге жасайық. Не жасап жатырмыз? Салат жасап жатырмыз. Қандай салат? Балғын салат жасап жатырмыз. Не қосып жатырмыз біз балғын салатқа? Қызанақ қосылады. Қияр қосылады. Бұршақтың жас өскінін пайдаланатын боламыз. Сала ғой. Ой, жарайсың. Микрожасыл қосылған салатымыз дайын болды. Жарайсың. Микрожасылды өсіріп, қалай сатуға зерттедім. Бір аптада өседі, аз орындалады, адамдарға пайдалы. Сондықтан микрожасыл табыс көзі деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.